Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай жұмсақ дәмі тіл үйіретін балды тортын дайындаймыз. Бұл торттың құрамы үйде табылатын қарапайым қолжетімді заттардан тұрады. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны, қантты, тұзды, сары майды және балды салып, водяной баняда орташа отта қантымыз ерігенше тоқтамай араластырып тұрамыз. Осы ыстық еріген массаға ас содасын салып араластырамыз. Сода салған соң массамыз көпіріп, ағарып, кішкене көлемі үлкейе түседі. Енді осы ыстық массамыз салқын болғанша қоя тұрамыз. Массамыз суыды, енді аз-аздан ұн сала отырып, жұмсақтау, сәл қолға жабысатын қамыр илейміз. Алдағы уақытта менің каналымда шығатын түрлі жаңа рецепттерді жіберіп алмасы үшін арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қамырымыз осындай сәл жабысқақтау болады, артық көп ұн қоспаңыздар. Иленген қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Тоңазытқыштан шығарылған қамырымызды 7-8 бөлікке бөліп, тефлон қағазына ұн сеуіп, жұқа етіп жаямыз. Тефлон қағазыңыз болмаса, сапасы жақсы пергамент қағазын қолдансаңыз болады. Осылай жұқа етіп жайып алдық. Енді алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 5-7 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен коржиктерімізді ыстықтай қажетті формада кесіп алып, түзу жерде суытамыз. Бұл коржиктеріміз суығанда қатып қалады, сондықтан ыстық күйінде тез-тез кесіп алғанымыз дұрыс. Шет-шетіндегі бөліктерін бір ыдысқа жинап отырамыз, одан тортымыздың шет жағына крошка жасайтын боламыз. Торттың ең үстіңгі коржын қалай жасағанымды көрсетейін. Ыстық коржынды қажетті формада алдымен кесіп аламын, сосын пелмен оятын формамен коржығымның үстіне қатты басып ою түсіремін. Енді крем дайындайтын боламыз. Сметанаға қант қосып, қантымыз толықтай ерігенше араластырамыз. Коржик кремдеп толықтай тортымызды түзулеп жинап шығамыз. Тортымызды толықтай жинап шықтық. Енді артық коржиктерден үгітіп, крошка жасап, торттың сыртқы жағына сеуіп шығамыз. Ұяның ойылған жеріне аз ғана бал құйып шықтым.
Тортымыз толықтай дайын болды. Дәмі енді өте керемет, өте нәзік болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк қойып, каналға тіркеліп, сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза отырыңыздар.